Қайырлы күн, менің каналымның көрермендері. Бүгін біз 123 сабақтың есептерін шығаратын боламыз. Бірінші есепте сәйкес келетін сандарды таңдап алатын болсақ, біз суреттегі жазушылардың шығармаларын және кейіпкерлерін біледі екенбіз. Ал кеттік. Мына жердегі санды табу үшін қандай санға қосқанда 680 шығады, оны білу үшін 680-нен 540-ты азайтамыз. Сонда бізде мына жерде 140 деген сан шығады. 140 бізде мінекей тұр. Ол дым білмес. Ал мына жердегі санды табу үшін тағы да азайту амалын орындаймыз. Ол жерде бізде 60 шығады. 60. Ендеше дым білмес деген шығарманың авторы Николай Носов екен. Келесі, мына жердегі санды табу үшін 930-ды 30-ға бөлеміз. Бізде 31 саны шығады. Мінекей. Винни-Пух. 930-ды 10-ға бөлсек 93. 93-міз мынау тұр. Демек, Винни-Пухтың авторы Алан Милн екен. Келесіде, мына санды шығару үшін, мына санды табу үшін мына екеуін азайтамыз. 230-дан 150-ді азайтқанда 80. 80-міз мін шықты Карлсон. 70-ті азайтқан кезде мына жерде бізде 160 шығады. 160 мынау тұр. Демек, Астрид Линдгрен Карлсон шығармасының авторы болып шықты. Екінші және үшінші есептерге көп тоқталмаймыз, себебі ондай есептерді біз алдыңғы сабақтарда көптеп шығарған болатынбыз. Енді төртінші есепке кеттік. Төртінші есеп. Карлсонның үйінде 240 құты тосап бар. Оның 5-тен бірі құлпынайдан, 2-ден бірі қара өріктен, ал қалғандары шиеден қайнатылған. Карлсонда қанша құты шие тосабы бар? Бұл есепте әуелі барлық тосаптан құлпынайды табуымыз керек. Барлық тосаптың 5-тен 1 бөлігі қанша болады, соны табуымыз керек. Ол үшін 240-ты 5-ке бөлеміз. 1-ге көбейтеміз. Сонда бізде 48 құлпынай тосабы шығады. Енді қара өрік тосабын табуымыз керек. Ол үшін 2-ден 1-ні табу үшін 240-ты 2-ке бөлеміз. 1-ге көбейтеміз. Сонда бізде 120. Енді қалғаны шие болып тұр ғой. Енді 240-тан мына екеуін алып тастауымыз керек. 48 құлпынай тосабы мен 120 қара өріктің тосабын қосып, мынау барлығынан алып тастаймыз. Сонда бізде мына жерден 168, мынадан азайтсақ 72 шиенің тосабы шықты. Ол қалғаны. Сенбі күні Винни Үрпек 16 килограмм бал жинады. Бұл оның бір апта ішінде жинаған балының 4-тен 1 бөлігі. Винни Үрпек бір аптада барлығы қанша литр бал жинаған? Сенбі күнгі жинаған балы белгілі. Осының өзі бір аптадағы балдың 4-тен 1 бөлігі. Ендеше бір аптада қанша бал жинаған табу үшін, яғни біз бүтінді табуымыз керек. Бөлшектің өзі белгілі. Бүтінді табу үшін бөлшекті 4-ке көбейтеміз. 16-ны 4-ке көбейтеміз. 1-ге бөлеміз. 16 мен 4-ті баған түрінде көбейтіп алайық мына жерге. 4 жердегі алдым 24, 2 ойда. 4 жердегі бірім 4, ойдағы мен 6. Яғни, бір аптада ол 64 килограмм бал жинаған. 6-шы. Дым білмеске өрнектер бойынша есеп құрастыруға көмектесуіміз керек. Мінекей өрнектер берілген. Суретте дым білмес және конструктор бөлшектері. Мына өрнек бойынша бұлай есеп құрастыруға болады. Дым білмес әрқайсына 45 бөлшектен пайдаланып 3 машина құрастырды, және әрқайсына 25 бөлшектен пайдаланып 3 қайық құрастырды. Сонда дым білмес осы екеуіне барлығы қанша бөлшек құрастырды? Бұл жерде біз әуелі 45 пен 3-ті көбейтіп, 25 пен 3-ті көбейтіп, екеуін қосуымызға болатын еді. Бірақ біз оны ықшамдап, әуелі қосып ал, сосын көбейтеміз. Сонда дым білмес барлығы 210 бөлшек жұмсаған.
ә бөлігіндегі өрнек бойынша мынандай есеп құрастыруға болады. Дым білмес көк 450 бөлшек және 250 сары бөлшекті теріп алды. Сөйтті де ол осы бөлшектерден 5 кеме жасады. Әр кемеге неше бөлшек жұмсалды? Ол үшін 450 мен 250-ді қосып 5-ке бөлеміз. Сонда жақшаның ішінен 70 шығады. 700 шығады. 700-ді 5-ке бөлсек, 140 бөлшек жұмсаған. Әр кемеге 140 бөлшек жұмсаған болып шықты. 7-ші. Ұзындықтары 1 дециметр, 28 мм және 4 см 5 мм болатын кесінділер сыз, ең ұзын кесіндіні ең қысқа кесіндіден қаншаға ұзын екенін тап дейді. Тура осындай есепті біз 114-ші сабақтың 8-ші тапсырмасында орындаған болатынбыз. Егер сол сабақты көрген болсаңыз, сол тәсілмен орындауға болады бұл тапсырманы да. 8-ге көшейік. Белгісіз санды А әрпімен белгілеп, теңдеулер жаз және есепте. Егер белгісіз санды 4 есе кемітетін болсақ, онда 210 шығады. Енді осыған теңдеу құрастырып көрейік. Біздің белгісіз санымыз А. Оны 4 есе кемітеміз. Ол деген 4-ке бөл деген сөз. Сонда бізде 210 деген шығады екен. Қарапайым теңдеу. А-ны табу үшін 210-ды 4-ке көбейтеміз. Сонда біздің белгісіз санымыз 840-қа тең. Тексереміз. 840 бөлу 4 тең 210. Мына жағын бөлсек 210. Теңдіктің мына жағы да 210. Теңдеуіміз шешілді. Ә бөлігінде егер белгісіз саннан 452-ні азайтсақ, онда 58 шығады дейді. Белгісіз санымыз біздің А деп аламыз дедік. Одан 452-ні азайтуымыз керек. Сонда 58 шықты. Енді А деген белгісіз санды табу үшін 58-ге 452-ні қосамыз. Сонда біздің А деген белгісіз санымыз 510-ға тең. 510-ға тең. Ал енді тексерейік. 510 азайту 452 тең 58. Мына жақтан 58 шығады. Мына жақтан 58. Екеуі тең. Міне екі теңдеуімізде шықты. 9. Кітап дүкенінде кітап сатып алу үшін Алмас, Кәмшат, Гаухар, Болат және Нұржан кезекке тұрды. Алмас Кәмшаттан бұрын, бірақ Нұржаннан кейін тұрды. Гаухар мен Нұржан қатар тұрған жоқ. Ал Болат Нұржанның да, Алмастың да, Гаухардың да қасында тұрған жоқ. Балалар кезекте қандай ретпен тұр? Бұл есепті шығару үшін біз сызбаны пайдаланамыз. Сызбаның бір басына бұрын, екінші басына кейін деп жазып қоямыз. Енді есептегі деректерге қарайық. Алмас Кәмшаттан бұрын тұр. Мына жерде Алмас тұр деп есептейік. Ол Кәмшаттан бұрын тұр. Демек, Кәмшат одан кейін тұр. Кәмшатты кейін жаққа қарай жазып қоямыз. Енді бірақ Нұржаннан кейін тұр. Алмас Кәмшаттан бұрын тұр, бірақ Нұржаннан кейін тұр. Демек, Нұржан одан да бұрын тұр деген сөз. Мына жерде Нұржан тұр. Гаухар мен Нұржан қатар тұрған жоқ. Нұржан мына жерде тұр, оның қасында Гаухар тұрған жоқ. Демек, Гаухар мына жерде тұруы мүмкін. Қазір көреміз. Қатар тұрған жоқ. Ал Болат Нұржаннан да, Алмастан да, Гаухардың да қасында тұрған жоқ. Нұржанның да, Алмастың да, Гаухардың да қасында тұрған жоқ. Демек, бұл аралықта Болат жоқ, ол Кәмшаттың қасында тұрған болуы мүмкін. Міне, Болат мына жерде тұр. Сонда бірінші бізде Нұржан тұрды, одан кейін Алмас, одан кейін Гаухар, одан кейін Кәмшат, ең соңында Болат тұрды.
есебіміз шықты. Менің видеомды соңына дейін көрген болсаңыз, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Мені оңай тауып алу үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.